Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі сот қоғам сенім подкастының шығарылымында өте өзекті тақырып Қазақстандағы криптовалютаның азаматтық процестегі орны және оның қолдану шектеулері туралы айтатын боламыз. Студияда қонақта Жамбыл облысы Байзақ аудандық сотының төрағасы Төленбеков Досжан Қанатбекұлы. Досжан Қанатбекұлы, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Бүгінгі басқосуға шақырғандарыңыз үшін рахмет айтамын. Арасында да бүгін көтеріліп отқан тақырып, айтылғалы отқан мәселе қазіргі кезде жалпы қоғам ішінде, соның ішінде заңгерлердің аясында өте өзекті тақырыптың бірі болып табылады. Досжан Қанатбекұлы, алдымен осы криптовалюта дегеніміз не және ол Қазақстан Республикасы заңнамасында қалай қарастырылатыны туралы айтып берсеңіз. Жалпы алғанда қоғам дамыған сайын қоғамдағы қатынастар да дами бастайды. Ал қоғам дамыған қоғамдағы қатынастар реттеу үшін ол мемлекет тарапынан тиісті заңдар қабылданып отырады. Бұл кезекте криптовалюта заңнамасын қолдануда, яғни оған қатысты қоғамдық үрдістерді қалыптастыруда Қазақстан Республикасында 2023 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы заң қабылданды. Біз сөз қылып отқан криптовалюта ұғымы, оған қатысты жалпы түсініктер және криптовалюта немен реттелетіні, қалай қолданыс тапқаны туралы осы Қазақстан Республикасының цифрлық активтер туралы заңында кеңінен қарастырылған. Бұл заңның ережелеріне сәйкес криптовалюта дегеніміз бұл цифрлық актив болып белгіленген. Яғни бұл мүлік. Осы кезде айтып кететін бір жағдай, бұны кәдімгі төлем қаражаттарынан, төлем қаржыдан шатастырып алмау керек. Біздің Қазақстан Республикамызда төлем бірыңғай төлем құжаты ретінде ұлттық валютамыз теңге айналымында болады. Ал криптовалюта ұғымы бұл теңге сияқты сатып алу сату шарттарында немесе төлем алмастыру шарттарында кезеңінде қолдануға жатпайды. Бұл тек қана азаматтық қатынастардың кейбір түрлерінде қолданылуы мүмкін. Яғни егер криптовалюта мүлік болса, оны азаматтық процесте дәлел ретінде немесе талап ету объектісі ретінде пайдалануға бола ма? Иә, дұрыс айтасыз. Криптовалюта бұл қазіргі таңда қоғамдық қатынастарды, соның ішінде шарттарды реттеуші, төлем жасаушы құрал ретінде қалыптастырғандықтан, бұл қазіргі таңда азамат қатынастардың реттеуші ретінде қолдануға болады тіптен. Егер бұл жағдайда тағы да бір айта кететін нәрсе, тараптардың арасында жасалған шартқа байланысты мәселенің барлығы. Егер де шарт талаптарында келісім негізіндегі мәмілені жүзеге асыру үшін, оны қалыптастыру үшін қандай да бір төлем құжаты ретінде криптовалюта пайдалану керек деп көрсетілген болса, яғни шарттың өзінде көрсетілген болса, бұнда бұл шарт негізіндегі төлем жасау, төлем алу, төлем жасау кезінде криптовалюта қолдануға жатады. Бірақ та криптовалюта қай кезде қолданылады? Бұл кез келген қарым-қатынаста қолдану мүмкін емес. Яғни дүкенге барып сауда жасау үшін, немесе қандай да бір қызметтер түрін пайдалану үшін бұл жағдайда криптовалюта қолдануға жатпайды. Криптовалюта тек қана біздің республикамызда ел ордасында орналасқан Астана халықаралық қаржы ұйымы бар. Сол Астана халықаралық қаржы ұйымының маңында, соның шектеулерінде, соның шегінде жасалған мәмілелердің, келісімдердің төлем құжаты ретінде қолданылады. Яғни инвесторлардың Қазақстан Республикасының қатысында жасалған келісімдер болса, шарттары болса, сол жерде криптовалюта төлем құжаты ретінде қолданылуы мүмкін. Ал қандай жағдайларда не нәрсеге және қатаң тыйым салынған осы криптовалютаны қолданбауға? Негізінде біздің ата заңымыз, яғни Қазақстан Республикасының Конституциясында, ұлттық банк туралы заң нормаларында біздің Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында біркелкі қолданыста жүретін тек қана ұлттық валюта теңге деп көрсетілген. Сондықтан да бұл криптовалюта Қазақстан аумағында ол қолдануға жатпайды. Оны тек қана арнайы белгіленген шарттарда, белгіленген ұйымдарда ғана қолданылуы тиіс. Сонымен қатар бұл криптовалютамен айналысу, криптовалютамен төлем жасау, ол арқылы пайда табу, бұл рұқсат талап етеді. Яғни бұл лицензиялық қызметтің түріне жатады. Сондықтан оған тиісті мемлекеттік орган тарапынан немесе халықаралық орган тарапынан қазіргі таңда Астана халықаралық қаржы орталығының тарапынан оған тиісті рұқсат берілу керек. Тек қана сол рұқсаттың негізінде ғана лицензия алып отырып қана криптовалютамен жұмыс жасауына жол беріледі. Бірақ енді тағы бір айта кететін нәрсе, криптовалютамен оны табыс көзі ретінде пайдаланғандықтан
криптовалютамен сауда саттық жасаудың негіздерінде қандай да бір кірістер алуына байланысты бұл кірістер салық салу объектісі болып табылады, яғни бұған қатысты міндетті мемлекеттік төлемдер жасалуы шарт. Душан Қанатбекұлы, рахмет. Жалпы сот тәжірибесінде осы криптовалютаға қатысты қаралған істер бойынша мысал келтіріп бере аласыз ба? Арасында да бір-екі мысал келтіруге болады. Қазіргі таңда осы криптовалюта пайда болғалы бері дауларды көптеп кездесуде. Дау шешкен кезде соттардың бірден бір негізгі алатын мән-жайлар ол шарт. Шарттың талаптары қалай жасалған, шарттың ережелері қалай түзілген. Егер ол шарттарда есеп айырысу құралы ретінде криптовалюта көрсетілген болса, онда ол шарт жарамды деп танылады. Мысалға, бір тарап екінші тарапты сотқа берді. Ол дауда криптовалюта сату арқылы табылған табысты, яғни ақшаны төлемеуіне байланысты сотқа арыз берілді. Сот істі қарау барысында оны қарай келе, тараптардың ұсынған дәлелдемелерін зерттей келе, талапты қанағаттандырудан бас тартты. Себебі ол екі тараптың арасында жасаған шарт бар. Бірақ ол шарт екеуінің мүдделеріне сәйкес болған күннің өзінде де ол заңға қайшы. Ол шарт заң талаптарына, соның ішінде криптовалюта арқылы шарттар келісімдер жасау туралы заңға, яғни біздің жаңа айтып кеткен цифрлық активтер туралы заңға қайшы жасалған шарт болды. Сәйкесінше, егер де ол шарттар заңға қайшы жасалса, ондай шарттар жарамсыз деп танылады. Сондықтан да ол талап қоюшының арызын қанағаттандырудан сот бас тартты. Екінші бір жағдайда екі тарапта осы криптовалютамен айналыс жасау, криптовалютамен сауда саттық жасау объектісі болып табылады. Яғни екеуінде рұқсат берілген, екеуінде де лицензиясы бар, алуға да сатуға да. Алайда екінші тарап өзіне жүктеген міндеттемелер, өзінің мойнынаған міндеттемелер тиісінше орындамаудың салдарынан ол жаңағы бірінші тарапқа тиесілі ақша қаражатын төлемей қойды. Бұл жағдайда сот тараптардың ұсынған дәлелдемелерін зерттей келе талапты негіз деп тапты. Себебі криптовалютамен төлем жасау олардың шартында көрсетілген біріншіден, екіншіден бұл шарт жаңағы цифрлық активтер туралы Қазақстан Республикасы заңына қайшы келген жоқ. Сондықтан да бұл жағдайда сот талап арызды қанағаттандыру қажеттігі туралы шешім қабылдады. Рахмет. Осы орайда көрермендерге қандай кеңес берер едіңіз? Негізі криптовалютаға жалпы сенуге бола ма? Енді бұл криптовалюта ұғымы біздің қоғамда, біздің елімізде қалыптасып келе жатқан, орнығып келе жатқан жаңа ұғым, жаңа қарым-қатынас. Бұл жерде бірден бір еске келетін нәрсе, бұл жерде бұл криптовалюта ұғымы тәуекелге толы. Бұда тәуекелдік бар. Яғни шарттың әрбір жасаушысы оның неге баратқанын, қандай оның алдында міндеттер мен келеңсіздер күтіп тұрғанын білу керек. Бұл жаңадан қалыптасқан заң болғаннан кейін 2025 жыл ғана бұған тағы да өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сондықтан да бұған қатысты криптовалюта мен соған байланысты қарым-қатынасқа түсу, соған байланысты шарттар жасау үшін әуелден екі тарапта ол жасалған шарттың біздің қазір қолданыстағы цифрлық активтер туралы заңға қайшы ма, қайшы емес па, соның ережелеріне сәйкес па, сәйкес емес па, соны біріншіден зерттеп, соны бірінші соған көз жеткізіп барып қана сондай шарттар жасауға бел буы қажет деп санаймын. Рахмет, Душан Қанатбекұлы. Қорытындылай келе бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз көрермендерімізге. Біздің мемлекет өздеріңізге белгілі биылғы жылы президенттің жолдауына сәйкес жасанды интеллектті дамытумен жақсы қолға алып жұмыс істеп келе жатыр. Жасанды интеллектпен жұмыс істеу бұл халықаралық инвесторларды біздің рынокқа шақырудың бірден бір кепілі. Ал Қазақстан Республикасы өзін халықаралық аренада басқа мемлекеттермен терезесі тең мемлекет ретінде таныту үшін бұда сауда айналымында басқа мемлекеттік ұйымдармен немесе басқа халықаралық ұйымдармен сауда саттық жасауда қазіргі таңдағы заңның талабына сәйкес заманауи төлем құжаттары ретінде криптовалютаның қолданысын одан әрі жүзеге асыру шарт. Бұл жаңа институт, алдағы уақытта бұл криптовалюта айналымы елімізге және мемлекетімізге соның ішінде өзінің оңтайлы және ұтымды тұстарымен көмектеседі деген ниетіміз бар.
Рахмет сізге Досжан Қанатбекұлы көп. Құрметті көрермендер, бүгін біз Қазақстандағы криптовалюта және оның азаматтық процестегі қолданылу ерекшеліктері туралы судьядан маңызды ақпарат алдық деген сенімдеміз. Досжан Қанатбекұлы, маңызды ақпараттармен бөліскеніңіз үшін сізге үлкен алғыс. Егер де подкаст ұнаған болса, бөлісіп пікір қалдырыңыздар. Келесі шығарылымдарда жүздескенше.